Жүктілік кезінде гестациялық диабет. Бұл не және оны қалай жеңуге болады? Жүктілікті бақылау кезінде жүргізілетін талдаулар тізімінде ПКТ пероральды глюкоза төзімділік тесті ерекше орын алады. Оның нәтижелері бойынша жүктілік кезінде гестациялық диабет диагнозы қойылуы мүмкін. Бұл тест жүктіліктің 24-тен 28-ге дейін апталарында өткізіледі және алғаш рет жүктілік кезінде пайда болған қандағы глюкоза деңгейінің көтерілуін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл маңызды ауытқу болып табылады және оған назар аударылмаса, ол қант диабетіне айналып, балада аномалиялар мен ауруларға себеп болуы мүмкін. Ең болмағанда, бала дүниеге келгеннен кейін дереу қант диабетімен ауруы мүмкін. Ең қорқыныштысы, егер әйел қант деңгейін бақыламай, дұрыс тамақтанбаса, бұл баланың өліміне әкелуі мүмкін. Одан аулақ болу үшін қарапайым ережелерді ұстану жеткілікті. Тамақтануда оңай сіңірілетін көмірсулар мен қант мөлшері жоғары өнімдер толықтай алынып тасталады. Шекер, бал, барлық шырындар, балмұздақ, шоколад, кәмпиттер, печеньелер, торттар, бәліштер, плюшкалар, пирожкалар толықтай шектеледі. Жемістерге де солай қатысты. Тәтті жемістер фруктозаға бай, ал ол да қанттың бір түрі. Сонымен қатар жартылай фабрикаттарды, шұжықтарды, сосискаларды, сарделкаларды, маргарин мен майонезді толықтай алып тастайды. Ешқашан аш қалмаңыз. Тамақтану күн ішінде 4 рет біркелкі бөліну керек. Тамақтануда ақуызға баса назар аударылады. Бұл ет, балық, құс еті, ішек қарын өнімдері, жұмыртқа, талшыққа бай қышқыл сүт өнімдері, көкөністер мен көк шөптер. Тамақ рационына пайдалы майларды қосамыз. Кей майы, ерітілген май, мік майы орта тізбекті триглицеридтерді қамтиды. Сондай-ақ майлы балық пен жаңғақтар пайдалы. Толық дәнді дақылдар ақуыз құрылымын қолдауда тамаша құрылыс материалы болады. Осындай тамақтану барысында тәттіге деген құштарлық өзінен өзі төмендей бастайды. Кішкентай болса да өте тиімді бір құпиямен бөлісемін. Егер тәттіге қатты қалау болса, оны негізгі тамақтан кейінгі 20 минут ішінде жеңіз. Бұл аш қарынға қарағанда қан құрамындағы глюкоза деңгейін азырақ көтеруге мүмкіндік береді. Бұл аса қуанышты естілмеуі мүмкін, бірақ гестациялық диабетті дұрыс тамақтану мен теңдестірілген рационға қадам деп қабылдап көріңіз. Сіз тамақтануыңызды бақылауды бастайсыз, оған үйренесіз, ал босанғаннан кейін бұл әдетіңіз сақталса, ешқандай күш жұмсамай-ақ тез арада қалыпқа келесіз.